Саламатсыз ба? Кіруге рұқсат па? Келіңіз. Сәлеметсіздер ме, достар? Мен номері 69-шы жалпы орта білім беретін мектебінің 3-ші сынып оқушысы Тоқсанбай Нұрбала Қалмұрат қызы боламын. Біз бүгін Шымкент қаласы облыстық клиникалық ауруханасының медбикесі Рысбаева Сәуле Көлбайқызынан сұхбат алатын боламыз. Сәлеметсіздер, Рысбаева Сәуле Көлбайқызы. Сізден бірнеше сұрақ алуға рұқсат етіңіз. Рұқсат, айта болыңыз. Олай болса, ең бірінші сұрағым, сіздің медбике қызметін атқарып жүргеніңізге неше уақыт болды? Өте орынды сұрақ. Менің медбике жұмыс істегеніме, осы салада жұмыс істегеніме 27 жыл болып жатыр. 1996 жылдан бастап тек осы медицина саласында қызмет етіп келемін. Медбике мамандығын атқарып жүргеніңізге кім себепкер болды? Енді бұл сұрақты түсінімше, жаңағы медбике болуыма кім себепкер болды деп тұрсыз ғой. Бұл медбике болуыма бірден бір себепкер анам деп ойлаймын. Өйткені анам әрдайым бала кезімде осы бізге тәрбиелегенде укол саларсың, бізді емдерсің, сен дәрігер болсаң қайтеді деп әрдайым санама құя берген. Сол уақыттан бастап мен өзім санама жатталды. Осы ақ халат киіп, осы адамдарды емдесем екен деген бір ниет болды өзімде. Мінекей содан бастап осы медбикелік оқуға түстім оқу орнына. Содан оқуды бітірдім. Осы медицина саласында жұмыс істеймін содан бері. Тәжірибелі медбике болу үшін не керек? Не керек? Өте тәжірибелі медбике болу үшін адамдарға, осы балаларға білім керек. Ең біріншіден білімді шыңдай білу керек, іздену керек, өте тәрбиелі болу керек, жақсы нәрселерді көп үйрену керек. Дәрігерлерді үлгі тұтатын не дәрігер болғысы келетін балаларды қандай кеңес берер едіңіз? Өте дұрыс айтасың. Дәл осы дәрігер болатын, осы медицина саласында жұмыс істегісі келетін осы жасөспірім балаларға не дейміз? Оларға бірінші тәрбие керек. Отбасынан тәрбие керек, тәрбиелену керек, жақсы тәрбиелерді алу керек. Одан кейін балаға білім керек, сендер оқуларың керек, кітапты көп оқу керек, әдеби кітаптардан көп оқу керек. Одан кейін жаңағы жүректерінде батылдық болу керек, сезімталдықтары күшті болу керек. Олай болса, жанында жүр жақсы адам атты сұхбатымызды мынандай өлең шумағымен аяқтағым келіп отыр. Нұрын сыйлап өшпейтін жүрегімнің, мәпелеген бебектің гүл өмірін, ара шалап анадан анықтың, алғашында білеген ұл есімін. Құрметті Рысбаева Сәуле Көлбайқызы, сіз бізге сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Жұмысыңызға табыс, отбасыңызға бақыт тілеймін. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Жанынан сен қарлығаш қанатымен су сепкен, қиналғаның табылатын жанынан.